Маған Астана қаласынан 60 қазақша жилетке тапсырыс түсті. 10 күнде тігіп беремін деп келістім. Бірақ жалғыз өзім үлгермейтінімді түсініп, тігінші Зайрат әтемнен көмек сұрадым. Ол кісі бірден келісіп, бірге жұмысқа кірістік. 2 адам болсақ та 60 жилетті 10 күнде аяқтай алмадық. Себебі логотип өте ұсақ, күрделі, түрлі түсті еді. Әр логотипті тігу үшін 10 жіпті рет-ретімен ауыстырып отыру керек болды. Бар уақытымыз сол кестеге кетті. Шынымды айтсам, мұндай қиындықты ескермеппін. Одан кейін кесілген, кестеленген детальдарды бір-біріне қосып, ілмектерін тігіп, түймелерін қададық. Тапсырыс берушіге бәрін ашық түсіндіріп, нәтижесінде 14 күнде 60 жилетті толық аяқтадық. Бұл менің жилет тігудегі алғашқы тәжірибем болды. Сол сәтте қасымнан табылған Зайрат әтеме алғысым шексіз. Жилеттермен бірге бабочкалар тігіп, бәрін әдемілеп қорапқа салып Астанаға жөнелттім. Көп кешікпей кері байланыс келіп, фото есептерімен қуантты.